2026 жылы жаңа бастап келе жатқан трейдерге менің атымнан совет. Және де опыты барларға да, жоқтарға да в целом пайдасын тигізетін мықты советтердің бірі. Бірінші кезекте совет бермей тұрып өзімнің кім екенімді таныстырып кетейін. 9 жылдан астам тәжірибем бар трейдермін, бір ғана аккаунттың өзінен. Қазіргі уақытта 500 миллионнан астам табыс тауып шығарып тастағанмын. Және де күнделікті саудамды жасап, сол жерден табысымды тауып шығарып жүрген трейдерлердің Қазақстандағы біреуімін. Бірінші совет номер 1. Ешкімнен курс алмау. Трейдингті өздерің білесіңдер, минус болмау бұл жерде мүмкін емес. Вот именно сол опыты барларға да, жоқтарға да это касается. Трейдинг жасап жүрген мен білем, что мен өзім минус болатынымды. Және де көп жағдайда сол курс сатып жүргендер, курс сататындар, трейдингке оқытамын деп ақша алатындар, сол трейдингтен өздерінің минустарын жабу үшін сендерге услуга сатады. И сол минустарын жабу үшін одан бөлек енді хорошо минус болмаса да, просто сол трейдингтен үйретемін, саған білім беремін деп сенің арқаңда ақша табу үшін саған курс сатады. Және де сен просто ол жерде екі ортада лох болып қаласың. Және де я знаю, о чем говорю, и в целом знаю немало людей, которые лоханулись, ақшасын беріп, өзіне керекті қызметті ала алмай. И сен де мысалы қазір осы жердегі отырған адамдар да олардың қатарынан болуы мүмкін да. Сонша ақша беріп, миллиондап, и нәтиже көре алмай отырған түбінде. Ақшасын берді, ана ақшаны адам алып та, тоқтатын адам, өтірік бірдеңелер берді, сапасыз ақпараттар берді, и уже не болды? Тупай күйсін болды, короче, соңында. Сол үшін совет номер 1. Әзірше емес, жалпы ешкімнен негізі курс алып керек емес. Ақша төлеп трейдинг үйрену үшін керек емес. Керек адам керекті ақпаратын тауып алады. Керек нәрсенің барлығы, егер де шынайы тырысатын болсаң, ізденетін болсаң, бар. Да. Өте сапалы ақпараттар, стратегиялар, там деген секілді нәрселердің барлығы в открытом доступе бар. Даже если табуыңа сенімсіз болсаң, мен бармын сенде, уайымдама. Өзім көмектесемін табуыңа. Просто мен жекеме жаз, ссылка описаниеде. Үйретемін өзім сені. Конечно же, бір тиын алмай. Совет номер 2. Ешкімге инвестор болма. Трейдинг рискованная сала. Өз ақшаңа трейдинг жасап, өз ақшаң минус болып көрген адам біледі. Жалпы трейдингте минуссыз никак, и сені күтпеген жағдайлар болуы мүмкін да. Сондықтан біреуге инвестор болу, мен саған айына мынанша беріп отырамын, сен маған мынандай ақша бер, сенің ақшаңды дөңгелетіп, елу-елумен табысымнан бөлісіп аламыз дейтіндер, оларға особо сеніп керек емес. И я знаю, о чем говорю. Менде тоже 1040 примерлер болған, который өзім кәдімгі білетін адамдар ақша беріп, и потом сол ақшасын қайтара алмай жүрген. Трейдинг істеп, ана ақшаны жоғалтып тастап, короче, деген секілді. Вот сондықтан екінші совет номер 2. Ешкімге инвестор болма, ешкімге сауда жасауға өз ақшаңды берме. Жалпы осы екі маңызды советті ескеретін болсаң, барлығы сенде чеке-пруке болады. И все. Ал енді сұрақ, ақша ешкімге бермеу керек болса, трейдингті қалай үйренеміз? Сол вопросқа жауап. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Өзің білесің, өздерің білесіңдер. Осының алдындағы видеоларды қарасаңдар, немесе біздің каналдың плейлисті деген жеріне кіретін болсаңдар, сол жерде бізде менің $1000-дан $10,000 жасаған, то есть челленджіміздің видеосы бар. Сол челленджді мысалға мен өзімнің стратегияларымды қолданып, өзім анализ жасау қабілетімді қолданып, $1000-да $10,000-ға дейін жеткізе алдым. И қазіргі біздің шотымызда тұрған $10,000 соның нәтижесі. Вот. И сол жердегі қолданған білімдер, сол жердегі қолданған стратегиялардың барлығы в открытом доступе ашық тұр. И оларға оп-оңай қол жеткізуге болады. Ол үшін біздің телеграм-каналға кір. И телеграм-каналға кірсең, кстати, тағы да бір саған жаңалық. Менімен бірге, и өзің секілді басқа трейдерлермен бірге онлайн сауда жасау мүмкіндігі бар. Вот. Бірге рынокты анализ жасап, қателіктерді неғылып, талқылап та, рынктың ақ қарасын анықтап деген секілді пайдалы заттармен айналысатын боламыз. Вот. Трейдингте жалпы ақша табу үшін саған бір ғана стратегия шығару керек өзің қолданысқа. Жан-жақтан
жалтақтамай жұмыс жасайтын нәрсені ал да тексер айналдыр демошотта практиковать ет, и потом уже соны түсініп алғаннан кейін логикасын өзің қолданып в реальном времени табысыңды тауып ақшаңды шығарып стабильно табыс тауып жүрсең болады. Да, но өздерің білетіндей без минусов трейдингте никак. Иногда енді болады сәтсіз ситуациялар, полностью ақшаның барлығынан айырылып қалу, полностью депозитінің барлығын қадап жіберу деген секілді обидный ситуациялар тоже болады. И олар тоже мен ондай ситуациялардан өткем. Да, сондықтан оларға да дайын болу керексің, короче. Қолдағы тұрған ақшаңнан айырылып қалуға да дайын болатын болсаң, ертең сен өте жақсы табысты трейдер болып шығасың. Шығуың сөзсіз. Так, одан кейін жалпы анализді и оқып жатқан нәрсеңді, оқып жатқан адамыңды дұрыстап таңда. Ол адам саған статистика көрсете алмаса, мен көрсеткен дейді. Осылай өзінің статистикасының қанша тапқан, қанша шығарғанын көрсете алмаса, онда енді ол адаммен жұмыс жасап, ары қарай жұмысты жалғастыру, мен енді ақымақтық деп ойлаймын енді өзім. Шыны керек. Мен мысалы бұлыттарым. И не оқып жатқаныңа жақсылап мән бер. Совет номер 3. Трейдинг деп жүргендердің арасында қазір трейдерлер қаптап кетті енді, псевдо трейдерлер да. Smart money деп айтады. Бірақ енді на самом деле smart money емес, ол просто воздух, вода да. Вот. Ақпараттың сапалылығына, құндылығына жақсылап мән бер. Негізі трейдинг жасау үшін, трейдинг жасап қана қоймай, ақша табу үшін не керек деп сұрайтын болсаң, өте сапалы білім керек. Өте качественный, короче, жұмыс жасайтын стратегия керек. Және құнды ақпарат керек. Вот нақты жұмыс жасайтын құнды ақпарат керек. Егер де мысалға бір ақпаратты түсініп, бір трейдер жасап жатқан нәрсені жасап көруге тырысып, егер де ол сенің қолынан келмесе, значит сен болды, уже қоя сал. Басқа көзін тап жұмыс жасайтын нәрсені. То есть ол адам негізі андай нәрсе, әр адамға подход әртүрлі. Жүйеде мысалы бір адам жасаған нәрсені бір адам жасай алмайды. Но бірақ бір адам жасаған нәрсені алып, керегін алып, керек емесін сырт тастап, и под себя, короче, настраивать етіп алып, тура сол күйінде ақша тауып беруге болады. Почему бы и нет? Да? Сондықтан не оқып жатқаныңа тоже қара. Қазіргі уақытта енді паттерндер, уровень поддержки сопротивления, СНР, индикаторлар, линия, там тағы не бар? Так. Зона поддержки, зона сопротивления айттық қоя. Так, свечной паттерндер деген секілді нәрселер. Ол просто әшейін воздухтар. В целом, неэффективный жұмыс жасайтын нәрселер. Және рынокта олар не о чем. Да. Нағыз құнды ақпарат, ол свечаның өзіне негізделген, реальный времени шешім қабылдауға негізделген, да? Шешім, то есть рыноктағы болып жатқан ситуацияны в реальном времени қарау арқылы сол нәрсеге шешім шығарып, сол бойынша жұмыс жасау, міне нағыз трейдингтегі талант және де әрекет. Вот. Мысалға өзімнен де примерінде мен жалпы тура сол өзім айтқандағыдай болып жатқан рыноктағы мысалға шығып жатқан свеча, да? Свеча қазір бізде 15 секундта жабылады, допустим. Осы свечаны өзіне қарап мен мәміле жасаймын, өзіне қарап шешім қабылдаймын. И сол шешім қабылдағаннан кейін ары қарай уже предполагаю басқа инструменттерді, ликвидностьті қолданамын мысалға мен. Тоже свечаның цветтерін, свечаның өзін, басқа трендті тоже мысалға қолданамын, но енді жиі, редко, то есть, да? В основном сол ғой. Уже 9 минут болыпты айтатқанымызға. Жалпы сол советтер, надеюсь, пайдалы болды деп ойлаймын.
егер де осы айтылған заттардың ішінен саған таңсық тақырып болатын болса, біреуден сол курс алып болмаған болатын болса, комментарийға жаз, басқалар да тоже білсін, что олай керек емес екендігін. Ақша құртып керек нәрсенің барлығы тегін ақ тұр, барлығы сенің мұрныңның астында тұр. Ол нәрселерге қол жеткізу үшін просто әрекет жаса, қол жеткізуге тырыс, ізден, талаптан, бәрі тұр. Телеграмға өт, да? Ізденпаздық таныт. Сол кезде сұрақтардың барлығына жауап аласың. Ең бастысы дұрыс ожиданиемен кел тренингке. Конечно, бірден бай болып кетемін, миллионер болып кетемін деген ожиданиемен келсең, енді ол жердегі успехың обречен. Но болғанын көреміз, қолдан келгенше әрекетімді жасаймын, максимально мен дайынмын десең, давай, приступай. Сені өзім телеграм-каналымда күтемін. Сенен бірге болған Фастмани Форекс. Надеюсь, советтерім пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау бол.